Армысыздар, құрметті көрермендер. Мен бүгін Мәшкүрістің жазбаларына сүйене отырып, Тоқтамыс Алтын Орданы күйреткен үш текетіреске тоқталатын боламын. Ең алғашқы текетірес Орыс хан мен текетірес болды. Бұл Туыспен текетірес Тоқтамыс ханның болашақтағы Алтын Орданы күйретуінің бастауы болды. Ал екінші текетірес әке мен бала текетіресі. Бұл Тоқтамысқа пана болған Әмір Темірмен текетірес болды. Ал екінші текетірес Тоқтамыстың панасы болған Әмір Темірмен текетіресі болды. Тоқтамыс хан 1382 жылы Мәскеуді алған соң, өзін Шыңғыс ханның ұрпағы деп санап, Темірді менсінбей бастайды. Сонда Темір оған балам-ау, мен саған аталық қылдым десе, Тоқтамыс хан оған мен ақсүйекпін, ал сен қарадан шыққансың деп жауап қатады. Ал үшінші текетіреске тоқталатын болсақ, бұл ақыл мен ашу шайқасы. Бұл жерде Тоқтамыстың ақылы Едіге бимен болған шайқас еді. Едіге би ханына хан ием, Темірмен жауласпа, күшіміз жетпейді десе, Тоқтамыс хан тыңдамай Темірді өлтірмек болады. Сонда Тоқтамыс хан Едіге бидің әкесі Құттыбаяны өлтіреді. Бұл әрекет Едіге би мен Тоқтамыстың арасындағы алғаш шайқастың басы еді. Қорытындылайтын болсақ, Мәшкүрістің жазбаларына сүйене отырып, Тоқтамыс хан өлер алдында Темірмен бекер шайқасын, Едігені бекер жауым қылдым деп айтқан екен.